Ер жігіт қайда? Ер жігіт плюс Алмагүл тең 8 бала бергендер. Шапалағы қайда? Алмагүл қайда? Алмагүл ырза ғой бұл. Ырза. Қалай сәбеке? Тойқыты болсын тағы да. Осы кісі мама сен? Тәубе тейікші, бізге де жұқсты болсын. Мынау өзі біреудің әйелі ер екен, ол көтермей жүр екен. Бала көтермей бейшаралар. Сонымен бір ауылда бір тәуіп бар екен, соған барыпты. Тәуіпке барып дейді, бұл ершік бармайды ғой, ершік денсаулық жетеді ғой. Ана бір денсаулық жоқ па, бірдеңе де өзі. Сонымен тәуіпке барып, қалтасынан $100 алып, көке депті, дем салып беріңізші деп. Сіз дем салған әйелдің бәрі туады екен, мені $100 депті. Ана шал қуанып кетіпті, клиент болмай жатқан ғой. Ауылын жыбырлап, төп болды. Көтеріп кете берген ғой. Сонымен 2 жыл өтеді, келін көтермейді. 2 жылдан кейін қайтадан барыпты молдаға. Көке депті. Көке ана келіннің әлі жылын көтермей жатыр. Жөндеп саш депті деп қалтасынан $500 беріпті. Сонымен ана молда қуанып кетіп, аямайсам 1 сағат отырыпты, сүп болып кетті, осы жол торсын көтеріп депті. 3 жыл уақыт өтеді, келін көтермейді. 3 жылдан кейін бала қайттан келеді, көке көтермей жатыр ғой, көке деп қалтасынан $1000 беріпті. Жөндеп салыңызшы деп. Сөйтсе ана молда айтады дейді. Шырағым ол берсең ала берем ғой, бірақ өзіңде әрекет жасасай деп айтады дейді. Берсе ала береді. Мынау алтын құрсақты Алмагүлге бір шағылып қойшы, құрметті ағайындар. Әрекет жасаған мынау ерекеңнен айналдық мінекей. Аттар кімдер? Аттар? Есімдер? Аққыздар? Ақназар? Айтеке. Міне. Енді сол Ақназар мен Айтеке ер жігіт алтын ба? Алтын болса алтын деп айтарыш бәресін. Алтын? Шапалақ алтын екен. Әкесі үшін қос перзенті алтын екен. Сіз үшін әбеке, 2 балапаның сен үшін алтын ба? Алтын болса алтын деп айтарыш бәресін. Алтын бриллиант. Шапалақ! Енді сұрақ, енді сұрақ. Сол 2 алтын кімнен шықты? Жарсыңдамай. Ялып қалды. Жоқ, кімнен шықты? Еркекші айтып, істегенде білмейсің, айтып кімнен шықты? Кімнен? Жоқ, ойлайсың. Әкемнен? Менен ғой? 2 бала әкең туды ма 2 балаңды? Кімнен шықты? 2 бала кім туды? Әкемнен мен? Сол сенен? Менен? Айтекемнен Ақназар. Ол кімнен шықты Айтекемнен Ақназар? Алмагүлден. Біледі екен кімнен шықты. Білмейме деп қорқып. Қазақтың керемет сөзі бар ереке. Алтын шыққан жерді белден қаз дейді. Құдай қаласа осы әулетте мынау Ақназарымыздың атынан тағы да балапандар ере берсін. Жақсы сөз жарымыз. Мынау енді 2 балапанды әбекең 9 ай 10 күн бойы ана ғой, бойына жүк қылып көтерді. Көтерді ма? Көтерді. Кейде еркекпіз ауыр сөз айтып қаламыз енді, еркек болғаннан кейін. Ол ауыр сөзімізді көтерді ма? Көтерді деп қояды. Енді мынау осы той болады дегені бер, осы дастарханда қазы қарта, жалы жая, соның айтып ыстығына күйіп, суығына тоңып, әйел адам ғой. Қиыншылығын көтерді ма? Көтерді. Енді сонша нәрсені көтергенде сен Алмагүлді бір көтере алмайсың ба? Көтер! Шапала! Еркек болсаң көтер! Кеттау! Болды! Молодец! Болды! Бетінен бір сүйш! Ай, молодец! Қалай Алмагүл, нормально ма? Басқа тепті ма, нормально ма? Мощный дейді, молодец! Сезімнің пәктігін, көңілдің ақтығын, жылулы отбасыларыңызға сәбидің шаттығын тілейміз. Өркенді болыңыздар, өмірлі болыңыздар, өмір бақи ата-ананың алдында, жамағаттың алдында көңілді болыңыздар. Алла тіл көзден сақтасын, көбейіңіздер, өсіңіздер, өніңіздер. Мен енді әнші емеспін, бірақ енді әйел туралы оқи берем ғой, соны айтып қойсыңдаршы. Алмагүлге арнайы деп жатырмын, өзім шығарғам. Қай жерде мейлі, қай елде, әлемнің мәні әйелде. Мықтымын десең, оның да әйелге барып дәлелде.
Olmasın әйел назалы, болмасын әйел жазалы. Кеудесін қаққан талайдың әйелден келді ажалы. Әйелмен құның өлшенер, Құдайдан кейін сол шебер. Бақытты сенде болмайсың, әйелің сорлы болса егер. Сырыңды соған ашасың, шөліңді содан басасың. Еркектің күні әйелмен, аналар мәңгі жасасын дейміз. Әнеді, жаңа айттым ғой, мен әнші емеспін, бұра деген. Мен әнші емес, бұра деген мен де айтыр. Оқи салам, мен де өлең өтті. Біздің елдің жігіттердің сырттаны, кешек өткен батырлар мен ақындардың ұрпағы. Қайда жүрсе қалың елдің қамын ойдап жүретін. Өз елінің ұлтанымен, өз елінің сұлтаны деп ержігітке шапалып қояқым. Мен жаңа айттым ғой, әнші емеспін, бұра деген мен де айтыр. Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырда ойнап күлейік деп, бір әркімнен ұрлап алған өлең бар еді, құрастырып. Соны айтайын. Мен көңілім үшін билеңдер мақымды, бір ән емес әйтеуір. Жақсы айтады деп мен соны нәжіп бір сеніп қалам. Ортаға баршаңыз биге шақырамыз, кеттік. Ойна да күл. Ойна да күл. Жаппай биге кетті, сіздер үшін ағайды.